Массив деген жаңа ұғымды оқып үйренуді бастайық. Бұған дейін біз айнымалылармен, деректер типімен, яғни integer, бүтін, float, нақты бөлшектер, string, символдық және тағы басқа мәндерді қабылдайтынмен танысқанбыз. Әрбір айнымалы типі белгілі бір типтің деректерін сақтайды және компьютер жадынан өзіне тиіс көлемде орын алады. Мысалы, integer жадыдан 1-ден 4 байтқа дейін орын алуы мүмкін. Бір өлшемді және көп өлшемді массивтер бар. Массив бір атаумен біріктірілген бір типтегі деректерден тұратын айнымалылардың жиынтығы. Әрбір алынған жеке айнымалы массив элементі деп аталады. Массив элементтері индекстер арқылы белгіленеді. Индекстер тік жақшаның ішінде жазылады және олар 0-ден бастап нөмірленеді. Сондықтан да массивтерді кейде индексі бар айнымалы деп те атайды. Бір өлшемді массив бір атауға біріктірілген бірнеше бір типтес элементтерден тұратын жиын. Әрбір элементтің өзінің реттік нөмірі болады. Реттік нөмір массив элементінің индексі. Массив элементтері бірінен соң бірі ретпен орналасады. Python программасындағы қызметтік сөздер and, or, in, is, not, if, else, elif, assert, break, continue, dep, del, for, from, while, import, print, return. Модуль функцияларды, нысандарды, кластарды қамтитын дайын программалар. Мысалы, import array as r, array, мұндағы array модулін әрі қарай пайдалану үшін өзіміз қойған атау. Қазіргі жағдайдағы массив атауы. Массив элементінің типі, яғни integer. Массивтің әрбір элементі массив атауы мен оның элементінің индексін көрсету арқылы шақыра аламыз. Суретте берілген -5, 7, 9 бұл массив элементінің мәні, ал 0, 1, 2, 3-ден 9-ға дейін тұрған сандар бұл массив элементтерінің индексі болып табылады. Массив бір өлшемді, 2 өлшемді немесе матрица және 3 өлшемді болып 3 түрге бөлінеді. Массивті инициализациялауды бірнеше жолмен орындауға болады. Мысалы, int деп жарияланғанда numbers array 7, -5, 9, 1, 0, 2, -2, 4, 3, 6, 8 деп 10 элемент берілген. Numbers array массивінде 10 элемент бар. Массивтің өлшемін len функциясын қолдану арқылы да табуға болады. Ол кезде len numbers array деп жазылады. Егер бастапқыда 9 өлшемді массивтің барлық элементтері бірлік болса, онда циклды қолданамыз. Яғни import array as r, b array I for in range 0,9. Яғни бұл жерде цикл қолданылып тұр. Немесе массивті былай да жазуға болады. b array I 10, 20, 42 деп элементтерін де жазуға болады. Беріліп отырған мысалда жалпы массив дегеніміз бір-екі айнымалмен жұмыс істеу болмайтын жағдайларда, яғни бір типті элементтерінің белгілі бір тізбегі болған кезде қолданылады. Төменгі мысалды қаластырсақ жазылып отырған запуске беріп көрсететін көздеріңізше, яғни бұл жерде баған енгізіп 3, 4, 5, 2, 4 делік. Яғни осы кезде бізді бағанға бөліп көрсетіп берді біздің енгізген бағаларымызды. Яғни жоғарыда келтірілген программа пайдаланушыға 5 айнымалы бойынша сақталатын 5 бағаның нәтижесін сұрайды. Яғни point 1, point 2, point 3 дегеніміз бұл біздердің баған бойынша орналастырып беру. Енді массивтің көмегімен, массивті пайдалану арқылы жүзеге асырып көрсетейік. Яғни көріп отырғандай массивті сипаттау үшін import array as rr сөзін жазуымыз қажет міндетті. Одан кейін point array I, яғни I массивін
баған түрінде көрсетем. For I in range 0-ден 5-ке, яғни бізде 5 баға болуы қажет. In input бағаны енгіз, яғни бағаны енгіз деген сөзді шығып, 5-ке дейінгі біз бағаларды рет-ретімен енгіземіз, яғни келесі бағалар енгізіледі рет-ретімен. Енді осыны запуске беретін болса, бағаларды енгіземіз. 3, 4, 2, 5, 4. Enter батырмасын басқан кезде келесі бағалар енгізіліп, баған түрінде көрсетіп берді. Манағы бірінші мысалдағыдай біз point 1, point 2, point 4, point 5 деп жазбаймыз. Жерде көріп отырғандай pointты меншіктеп тастап баған енгіз деп бір рет қана жаздық. Келесі бағалар енгізілді деп 5-ке дейінгі бағалар бізде рет-ретімен істелді, көрсетіліп тұрды.